Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі біздің тақырыбымыз бизнес түрлері. Егер де қандай бизнес бастарыңызды білмей жатсаңыз, осы видеомды соңына дейін көруге кеңес беремін. Кәсіпті бастамас бұрын ол жайлы, кәсібіңіз жайлы көптеген ақпарат пен мәліметтерді алғаныңыз дұрыс. Кіріс шығындарды есептеуді үйреніп алыңыз. Бізде бірінші құс шаруашылығы, тауық, үндік, үйрек, бөдене және тағы да басқа. Солардың еттерін сату арқылы, жұмыртқаларын сату арқылы, инкубатор арқылы, балапандарын шығару арқылы бизнес бастау. Қазіргі кезде құс шаруашылығы өте сұранысқа ие. Осы құс шаруашылығын бастамас бұрын құстардың күтімін білуіміз қажет. Оларға қандай вакцина қолдану керек, қандай витаминдер беру керек, қандай жем-шөптер беру. Осылардың барлығын біліп, сосын барып кәсіп бастауымыз керек. Келесі бізде мал шаруашылығы. Бұда да әдеттегідей малдардың күтімін білгеніңіз жөн. Неге мал шаруашылығы? Бұнда өте көп бизнес бастауға болады. Қойын соғым арқылы, етін сату арқылы, сүт өнімдерін сату арқылы, тапсырыс қабылдап, үйде отырып, интернет арқылы бизнес бастауға болады. Бұда табыс өте көп. Ең бастысы еңбек ету қажет. Прокатқа киім беру. Қазіргі кезде бір киімді қайтаран кимейді. Прокатқа алады, әртүрлі мейрамдарда, тойларда және тағы да басқа. Кірпіш жасап сату, ер адамдардың жұмысы емес, қазіргі кезде әйелдердің де жұмысы болды. Бұда табыс өте көп. Келесі бізде монша ашып бизнес бастау. Қазіргі кезде сұранысқа көп болды. Яғни кейбір ауылдарда бір үйде монша бар, бір үйде монша жоқ. Кейбір адамдарға монша қалада, қалаға бару қиын болады. Сол кезде осы бизнесті бастағаныңыз жөн болады. Балабақша ашу. Қазіргі кезде көптеген балалар өз кезегіне жете алмай жатыр. Ата-аналар жұмыстарын жасай алмай отыр. Сол кезде осы балабақшаны ашуға кеңес беремін. Өз мамандығыңыз арқылы, онлайн, офлайн арқылы курс ашып бизнес бастау. Бұл да қазір сұранысқа ие. Яғни үйде отырып телефон арқылы бизнес бастай аласыз. Үйді жалға беру арқылы, үйді қойып қоймай, соны бір жаққа кеткен кезде үйіңізді жалға беру арқылы табыс табуыңызға болады. Осы айтылған кеңестерім сіздерге ұнаса, мені осы каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлерін қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.